Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге 5 минутта дайын болатын пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен 2 лавашты сковородканың формасында кесіп алдым, және оның бірінші бөлігіне сырдың жартысын салып, және үстіңгі қабатына біраз қасық кетчуп және біраз қасық майонезді салып, жақсылап жағып аламыз. Сырды енді үстіне тығыздап саламыз. Ендігі кезекте ең үстіне сырдың аз бөлігінен саламыз. Сковородкада сыр ерігенше ұстаймыз. Міне осылай, менде дайын болды. Өте жылдам дайын болады. Менің видеоларымды жібере алмас үшін арнама тіркеліп, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.